Қайырлы күн оқушылар, келесі бөлім бізде Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы туралы. Ақбілек жалпы Жүсіпбек Аймауытовтың қаламынан туған психологиялық роман. Роман тұңғыш рет 1927 жылы Әйел теңдігі журналында жарияланады. Осы Ақбілек романының авторына тоқталатын болсақ, Жүсіпбек Аймауытов 1889 жыл мен 1931 жылдар аралығында өмір сүрген, қазақ тіліндегі драма мен романның негізін қалаушы, көптеген жанрлардағы жазушы, ғалым, ағартушы, педагог, психолог, әдебиет мәселелері тұңғыш ретінде қозғалған бір қатар әдеби сын мақала жазады. Оның ішінде мәселен Апайдан кейінгі ақындар, Мағжанның ақындығы туралы, Сұңқар жыры және тағы осындай сынды түрлі шығармалары бар. Жүсіпбек Аймауытовтың шығармаларының ішінде Қартқожа және Ақбілек романы, Күнікейдің винасы кітабы, хабардамалар және драмалар, балалар кітаптары, әдебиет критикалық мақалалары бар. Енді Жүсіпбек Аймауытовтың біз шығармаларына тоқталамыз. Жүсіпбек Аймауытовтың шығармаларының кейбір мысалдар көрсетілген. Мәселен, Қартқожа, Ақбілек, Күнікейдің жазығы өлеңдері, Нұркүй поэмасы бар, Рабиға, Мансапқұрлар, Сылаң қыз деген шығармалары бар. Және де ол түрлі шетел ғалымдарынан, шетел жазушыларынан түрлі шығармаларды аударған. Мәселен, Шекспирдің, Гюгоның, Мопассанның, Пушкиннің, Гоголдың, Толстойдың шығармаларын аударған. Ендігі кезек бізде Жүсіпбек Аймауытовтың шығармашылық позициясы. Оның әдебиеттің әртүрлі жанрларында өнімді еңбек етіп, құнарлы шығармалар қалдыруы. Аймауытовтың шығармалары жазушыға қазіргі уақыттағы дәуірге арналған және оған қоғамның міндетін орындау және дәлді іздеу ретінде бағаланып көрінеді. Романның негізгі тақырыбы әйел тағдыры. Бұл жерде басты кейіпкер Ақбілек арқылы қазақ қыздың тағдыры, қоғамдағы орны мен азаптығы көрсетіледі. Сонымен бірге әлеуметтік теңсіздік те көрсетіледі. Байлар мен кедейлердің арасындағы айырмашылық, таптық күрес және қоғамдағы әділетсіздік бейнеленген. Тарихи өзгерістер және олардың әсері. Азамат соғысы кезеңіндегі қазақ даласында болған өзгерістер мен олардың халықтың өміріне ықпалы көрсетіледі. Рухани жаңғыру және адам тағдыры. Ақбілектің басынан кешкен ауыр сынақтардан кейін өзін табуы және жаңа өмірге бейімделуі. Енді біз романның ішіндегі кейіпкерлер бейнесіне және олардың маңызына тоқталамыз. Ақбілек бұл жердегі басты кейіпкер, тағдырдың соққысын көрсе де өз жолын тауып, жаңа өмір бастай алған қайсар қыз. Оның әкесі Мамырбай, дәстүрлі қазақ қоғамының өкілі, өз қызының басынан өткен қиындықтарды түсінуге тырысады. Көкпектілік жігіт Бекболат Ақбілекті сүйген, бірақ оның өткенін қабылдауда қиналған кейіпкер. Орыс офицері Ақбілектің тағдырын өзгерткен күрделі образ. Ақбілектің анасы қазақ әйелінің дәстүрлі бейнесін сомдайды. Романның басты мәселелері бұл жерде қазақ қыздың теңсіздігі. Ақбілектің басынан өткен оқиғалар арқылы сол кезеңдегі әйелдерге жасалған әділетсіздіктер ашылады. Азамат соғысының зардаптары. Роман тарихи оқиғалардың қарапайым халыққа қалай әсер еткенін суреттейді. Қоғамдағы ескі мен жаңаның күресі. Дәстүрлі көзқарастар мен жаңашыл идеялардың қақтығысы көрініс табады. Адамның ішкі жан дүниесінің эволюциясы Ақбілектің рухани жаңғыруы мен өз жолын табу жолы. Көркемдік ерекшеліктері. Психологиялық талдау. Кейіпкерлердің ішкі сезімдері терең сипатталады. Табиғат көріністері. Қазақ даласының әсем табиғаты оқиғалардың эмоциялық реңкін аша түседі. Тілдік ерекшеліктер. Жүсіпбек Аймауытовтың тілі бай, көркемдік құралдары мол. Романның композициясы оқиғалар біртіндеп өрбіп, бас кейіпкердің эволюциясы нақты бейнеленген. Біз енді оқушылар электронды кітаппен қазір бөлімге көшетін боламыз. Екінші бөлім. Азамат соғысы өршіп, ақ гвардияшылар қазақ ауылдарына шабуыл жасайды. Солардың бірі Мәмбет ауылына келеді. Қару асынған, тәртіпсіз, қатыгез топ ауылды тонап, малын айдап кетіп, адамдарды қорқытады. Олар қазақтың салтына, намысына қарамайды. Бір сәтте Ақбілекті күшпен тартып алып,
алып кетеді. Ақбілекті ештеңе істей алмайды, өйткені ол әлсіз, жалғыз, ал қарсысында мылтық ұстаған жат күш. Сол жерде оның тағдыры күрт өзгереді. Ақбілек орыс офицерінің қолында қорлық көреді, еркіндігінен айырылады. Бұл романдағы ең үлкен соққы. Жазушы мұнда әйел тағдырын ғана емес, соғыс кезіндегі адамдық құндылықтардың аяқ асты болғанын да көрсетеді. Ақбілек үшін осы кезең тек физикалық ауырлық емес, рухани күйзеліс, намысына түскен жара. Ол амалсыз, шарасыз. Бұл бөлім арқылы автор сол кездегі қазақ қоғамының қорғансыздығын, әділетсіздікті, отарлық биліктің қатыгездігін айқын көрсетеді. Ақбілек тағдыры мыңдаған қазақ қыздарының ортақ тағдырының символы ретінде саналады.